Бөлім. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік. Сабақтың тақырыбы: әлеуметтік теңсіздік туралы не білесің? Сабақтың мақсаты: кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау. Жаңа сөздер тізбегін менің соңымнан қайтала. Ауқатты, зажиточный, состоятельный. Күйлі, зажиточный, живущий в достатке. Садақа, милостыня, подаяние. Аянышты, вызывающая жалость, вызывающая сострадание. Жалкий, плачевный. Билеп түстеу, совершать самоуправство, чинить произвол. Әлсіз, бессильный, немощный, слабый. Берілген жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрастыр. Суреттерге қарай отырып, қайсының әлеуметтік мәселеге қатысы бар? Өз ойыңды түйіндеп жаз. Жазу барысында жаңа сөздерді қолдан. Ауқатты, жіктеп, садақа, аянышты, әлсіз, күйлі, күйсіз. Мәтінді оқып, тірек сөздерді теріп жаз. Әлеуметтану жаңа ғылым саласы. Әлеуметтану адамзат қоғамын, әлеуметтік топтарды, олардың өзара әрекеттерін жүйелі түрде зерттейтін ғылым. Америкалық ғалым Уорнердің әлеуметтік зерттеуі бойынша Америка тұрғындары 6 түрлі топқа бөлінеді. Ең жоғарғы топ, бұған өте бай адамдар жатады. Ең басты белгісі мұрагерлік байлығы мен ақ сүйектік тегі. Бұлар ең алғашқы қоныстанушылардың ұрпақтары. Өз клубтары бар. Әдетте өз меншіктерін тікелей басқармайды. Жоғарғы топ, бұлар өте бай, ауқатты, күйлі адамдар. Іскерлік қабілетінің арқасында жаңа байыған новориштер. Әдетте өз меншігін өздері басқарады. Қымбат автокөліктер мен бұйымдарды пайдаланып, әрқашан қоғамның назарында болып, пікір қалыптастырады. Билеп төстеуді де жек көрмейді. Орта топтың жоғарғы тобы. Бұлар интеллектуалдық еңбекпен айналысатын жоғарғы білімді, кірісі бар іскер адамдар. Олардың қатарына атақты өнер қайраткерлері, ғалымдар, жазушылар, заңгерлер, білікті дәрігерлер, жалдамалы басқарушылар, менеджерлер жатады. Орта топ. Оларды әдетте ақ жағалылар деп атайды. Бұлар ой еңбегімен айналысатын қызметкерлер. Мысалы, кеңсе қызметкерлері, оқытушылар, хатшылар, мемлекеттік қызметкерлер және тағы басқасы. Орта топтың төменгі тобы. Оларды әдетте көк жағалылар деп атайды. Бұлар көбіне дене еңбегімен айналысатын қызметкерлер. Мысалы, инженер-техник мамандар, жұмысшылар және тағы басқалары. Ең төменгі топ. Бұлардың қатарына жұмыссыздар, көше сыпырушылар, қаңғыбастар және тағы басқа қоғамдық жүйеде өз орнын таба алмаған әлсіз адамдар жатады. Олардың халі аянышты, күйсіз келеді. Олардың ішінде адамдар берген садақамен күн көретіндер де бар.
Өз жауабыңды тексер. Тірек сөздер: әлеуметтану, тапқа жіктелу, ақсүйектер тегі, новориштер, іскер адамдар, ақ жағалылар, әлсіз адамдар. Мәтін мазмұнына сүйеніп, таптар бөлінісі туралы өз сызбаңды құрастыр, немесе берілген сызбаны толықтыр. Жаңа сөздерді қолданып, сызбаны толықтыр. Таптар: ең жоғарғы тап, жоғарғы тап, орта таптың жоғарғы тобы, орта тап, орта таптың төменгі тобы, ең төменгі тап. Суретке қара. Қайсысы қай таптың өкілі? Пікіріңді мәтін мазмұнына сүйеніп дәлелдеп айт. Мәтінде кездесетін төмендегі сөздердің лексика-грамматикалық амонимдерін тап. Оларды қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Керек сөздер: бас, мен, жас, кез, табыс, кіріс, ат, жат. Оқу тапсырмасы: әлеуметтік мәселеге не жатады деген тақырыпта ой бөліс. Ол үшін ғылыми әдебиеттерден әлеуметтануға қатысты теориялар мен қағидаларды анықта. Сау болыңдар.